Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы алуан түрлі ғаламшарлар. Бүгінгі сабақта ғаламшарлар қандай топтарға бөлінетінін білетін боласыңдар. Ғаламшарлардың сипаттамасымен танысасыңдар. Балалар, мына суретке қарайықшы. Суреттегі ғаламшарлар дұрыс ретпен орналасқан ба? Қане тексеріп көрейікші. Меркурий, Шолпан, Марс, Жер, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран. Иә, балалар, орналасу реті дұрыс емес екен. Онда балалар, ғаламшарлардың жүйесіндегі өз орнын дұрыс орналастырайық. Күнге ең жақын орналасқан Меркурий, содан кейін Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Уран, ең соңғысы Нептун. Осы ғаламшарларды қандай екі топқа бөлуге болады? Иә, жер тобы ғаламшарлары және алып ғаламшарлар болып екі топқа бөлуге болады екен. Себебі жер тобы ғаламшарлардың көлемі жағынан кіші, ал алып ғаламшарлар өзінің аты айтып тұрғандай үлкен болып келеді екен. Күн жүйесіне жақын тұрған төрт ғаламшар жер тобы ғаламшар деп аталады екен. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс. Ол ғаламшарлар аса үлкен емес. Олар тығыз тасты заттар мен металдардан тұрады. Жер тобы ғаламшарлардың кейбіреуінің серіктері бар, ал кейбіреуінің мүлдем серіктері болмайды. Олардың сақиналар жүйесі де жоқ. Жер тобы ғаламшарының беткі қабаттары болады. Олар күнге жақын орналасқан. Ал Марстан кейінгі төрт ғаламшар алып ғаламшарларға жатады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Алып ғаламшарлар жер тобы ғаламшарларына қарағанда мөлшері жағынан да, массасы жағынан да өте үлкен болып келеді. Сол себепті оларды алып ғаламшарлар дейді. Алып ғаламшарлардың қатты қабаты болмайды. Олар күннен алыс орналасқан. Барлық алып ғаламшарлардың құрылымдары ұқсас. Олардың барлығы өз серіктерімен қоршалып тұрады. Алып ғаламшарлардың серіктерінің бір-біріне ұқсамайтындығы ғалымдарды да таң қалдырады. Ал балалар, енді мен әр ғаламшар жайында сипаттама беріп кетейін. Меркурий – ол күнге ең жақын орналасқан ғаламшар. Меркурийдің диаметрі жерден 3 есе, ал салмағы 20 есе аз. Меркурийдің серіктері жоқ. Ол ең тез қозғалатын ғаламшар. Шолпан ғаламшарының жердің сіңлісі деп те аталады. Олардың салмағы мен мөлшері шамалас келеді. Жерге қарағанда ол жай баяу қозғалады. Ол жерге ең жақын орналасқан ғаламшар. Шолпанның да серігі жоқ. Жер ғаламшары жылуды жақсы сақтайды. Жердің беткі қабаттары жиі өзгеріске ұшырап тұрады. Жерді магниттік өрісі өте күшті. Жердің бір ғана серігі бар. Ол ай. Ай жерді айнала қозғалады. Ол еш уақытта жерден алыстап кетпейді. Марс ғаламшарын қызыл жұлдыз деп атайды. Марстың екі серігі бар. Юпитер күн жүйесіндегі ең ауыр және ең алып ғаламшар. Және ол түрлі түсті болады. Юпитердің көлемі жерден 1320 есе, ал салмағы 315 есе артық. Сатурн күн жүйесіндегі көзбен қарағанда бақылауға болатын ғаламшар. Ол ғаламшарлардың сақиналар жүйесі бар. Осы сақиналар ғаламшарлардың қалай пайда болуын зерттеуге көмектеседі. Уранда барлық алып ғаламшарлар сияқты жартылай сұйық, жартылай газ күйінде тұрады. Негізінен Уран мұздан тұратын көгілдір түсті ғаламшар. Нептун күннен 5-6 миллиард километр қашықта орналасқан. Нептун Ураннан кіші болып келеді. Ол күннен алысқа орналасқан өте қатты жел болып тұратын ғаламшар. Міне балалар, ғаламшарлар
және олардың табиғи серіктері туралы түсінік алдыңыздар.